Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты және құрметті СТV Channel әмбебаптық YouTube арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің YouTube арнамыздың сіздерге көрсетер бейнесі ерекше болғалы тұр. Өйткені біздің түркі әлемінің түпкі ордасы болған Түркістанымызға қазақтың бір туар азаматы, бие, филология ғылымдарының кандидаты, ұстаз, ғалым, абай танушы Жәлелұлы Омар ағамыз, қаламыздың бие атанған қоғам белсендісі Таубай ағамыздың және бір топ қала жанашырларының шақыртуымен қаламыздың қадірлі қонағы болды. Бүгін 22 қаңтар 2023 жыл. Омар ағамыз таңертең аспан жолағынан Түркістанымызға табан тіреді. Ал мен блогер ретінде осы бір қонақ күту үрдісіне шақырту алып, сіздермен байланысқа шығып бейне түсіріп жатқан бетім осы еді. Әрине, бүгінгі жасап жатқан іргелі іс ертеңгі тарих. Осындай қазақтың бір туар маңдайына біткен жарық жұлдызы Омар ағамызбен іргелес, дәмдес болу түсіне білген адамға қандай бақыт. Мен де сондай адамдардың қатарында болған секілді, осы бір 2 күндік кездесуге қуана келісіп, сіздерге Омар ағамыз туралы бейне баяндап, видеомызды шығарып жатқан жағдайым осы ағайын. Айтпақшы, Омар ағамыздың қонақ болу күн тізбесі 2 күнге жалғасады. Ал бүгінгі күн өте керемет өтті мен үшін. Өйткені ағамыз Түркістанымыздың топырағына табан тіреген сәттен Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың басына барып, рухына Құран бағыштап, қазақ еліне жаратқаннан амандық пен тыныштық сұрап дұға жасады. Сонымен қатар, аузындағы айтылған әрбір сөзі жанға азық, ақылы қазық бола білген Омар ағамыздың бабамыздан бастау алған бүгінгі сапары, жастарды білімнен сусындатып жүрген Білім ордасы бастау мектебінің жастарымен ұстаз тақырыбында семинар өткізумен жалғасты. Мұнда ағамыз жастарға бағыт беріп жол көрсетті. Ал семинардағы талқыланған ұстаз тақырыбы оқушылардың ұстазға деген ұстанымын ұлғайтып, ал ұстаздың шәкіртке деген қарым-қатынасын тереңдей түсті. Қысқасы, бүгінгі Омар ағамыздың қасында жүрген бір күнім өткен өмірімнің жартысына татитындай. Я көрермендерім, расында осындай айтарға ақылы бар еліміздің еңселі ерлерін тірісінде бағалап, тірісінде құрмет көрсетпесек, өмірден озған соң өкініш білдірудің еш пайдасы болмайтындығын баршамызда білеміз. Соның бір дәлелі, Омардай ағамызды қонақ қылып күтіп, құрмет қылып жатқан алдарыңыздағы ағаларымызға мың алғыс. Ал ағамыз үлкендермен сырласып, жастарға өз ақылын айтуда. Міне көрермендер, Омар ағамыз Түркістанда қонақта. Ал мен болсам сол ақпаратты сіздерге жеткізіп жатырмын ағайын. Ал сіз бүгінгі видеодан не түйдіңіз? Пікір алаңына жаза кетіңіз. Я көрермендер, ертең Омар ағамызды күтудің 2-ші күні. Сұрап жатсаңыздар, оны да өз арнамызға жолдайтын боламыз. Сондықтан көрермендер, біздің арнаға қолдау көрсет, лайк басып қойыңыздар. Ертеңгі видеода Омар ағамызға сұрақ қойып, сұхбат құратын боламыз. Біз қоштаспаймыз. Ертеңгі видеода жолыққанша күн жақсы болсын, құрметті көрермендер.